Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен қысқа арналған жасалу жолы өте оңай, дәмі керемет болып шығатын қиярдан лечо дайындаймыз. Салатымыз да бет ашарлықтай керемет болып шығады, қою тағамдармен жақсы үйлеседі. Сондықтан да видеоны өткізбей, маңызды сәттерін жіберіп алмай, соңына шейін көріңіздер. Ең алдымен банкаларымызды булап, стерилизация жасап, қақпақтарымызды қайнатып аламыз. Салатымызға қажетті заттарды жуып дайындап қойдым. Қанша мөлшерде керек екенін видеоның астында сипаттамаға жазып кеттім. Болгар бұрышы мен қызанақты ет тартқыштан өткізгенге ыңғайлы қылып бөліктерге бөліп турап алдым. Қиярлардың екі шетін кесіп, шамалы уақытқа салқын суға салып қойдым. Салатымыз қою дәмді болып шығу үшін қызанақтардың сулы емес, етті түрін таңдаймыз. Видеоны ары қарай жалғастырмас бұрын, егер каналыма жазылмасаңыздар, міндетті түрде жазылып қоюларыңызды сұраймын. Бөліктерге бөлген қызанағымыз бен болгар бұрышын ет тартқыштан өткізіп аламыз. Ет тартқыш болмаса, блендермен майдаласаңыздар болады. Болгар бұрышы мен қызанақты үлкен ыдысқа қойып алып, қайнатамыз. Борқылдап қайнаған соң отты басып, баяу отта 15-20 минут уақыттай қайнатамыз. Әзірге қалған түліктерімізді дайындаймыз. Қиярларды ортасынан бөліп, бөліктерге тураймыз. Қиярларыңыз майда болса, ортасынан бөлмей турай берсеңіздер болады. Бөліктеріміз қатты жұқа емес, қатты қалың емес, салатқа турағандай орташа болуы керек. Қалаған аскөктерімізді майдалап тураймыз. Мен петрушканы қостым. Сіздер укроп немесе кинза қоссаңыздар да болады. Сарымсақтарымызды майдалап тураймыз. Сарымсақты да ет тартқыштан өткізіп жіберсеңіздер болады. Мен салатты әдемі көрінсін деп өткізбей турадым. Сондай-ақ ащы бұрышты да турап аламыз. Қызанақ пен болгар бұрышымыз 15-20 минуттай қайнады. Енді оған ащы бұрыш қосамыз. Дәм талғамымызға қарай тұз бен қантты туралап қосыңыздар. Мен 2 ас қасық тұз бен 3 ас қасық қант қостым. Сондай-ақ лавр жапырағы мен қара бұрыш қосамыз. 3 ас қасық 70% уксус қостым. Егер сізде уксусы 9% болса, 150-200 мл қосасыздар. Ал енді турап дайындап қойған қиярларымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Ары қарай тағы 10-15 минут уақыттай қайнауы тиіс. 10-15 минут уақыт қайнаған қиярларымыздың түсі әдемі болып өзгереді. Енді сарымсақ, турап қойған аскөктерімізді және сұйық май қосып араластырамыз. Салатымызды ары қарай тағы 10 минут уақыт қайнатамыз. Міне енді салатымыз дайын болды. Астықтай қайнап тұрған күйінде банкаларымызға құямыз. Көрсетілген мөлшерде 1 литрлік 6 банка салат шықты. Егер де үлкен отбасыға дайындайтын болсаңыз, мөлшерлерін 2 есе көбейтіп дайындасаңыздар болады. Банкаларға құйып шыққан соң қақпақтарын жабамыз. Банкамыз ыстық күйінде бойын суытпай, бұрап қақпақтарын жауып шығамыз. Дайын болған банкаларымызды төңкеріп, 1-2 уақыт тәулікте суығанша үстін жылы көрпемен немесе қалың матамен орап қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай салаттың жасалу жолы өте оңай. Қысқа міндетті түрде дайындауға кеңес беремін сіздерге. Егер де видеом пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.